мен жақсыдан үйренуге тырысамыз. Мысалы, алтын сақа, ертөстік, тау көтерген шоғай, алдар көсе мен шық белмен шығайбай тағы да басқалары. Хайуанаттар туралы ертегілерде ата-бабамыз 4 түлік малды қадірлеп, бір тұтқан. Балаларға ең жақын ертегілер хайуанаттар туралы ертегілер. Хайуанаттар туралы ертегілердің кейіпкерлері аң, қос, үй жануарлары болады. Алайда олар адамға тән қасиеттері, іс-әрекеттер иесі болып суреттеледі. Сол арқылы сұм қиянатшыл, арамза, қоңыз қылықтар әшкереленеді. Еңбексүйгіштігі, батылдығы, адалдығы суреттеледі. Мысалы, бұл ертегілерде қарлығаш пен дәуір, қошқар мен теке, бозінген ертегілері жатады. Шыншыл ертегілер халықтың шынайы өмірінен алынған тұрмыстың шындық тұрғыдан бейнелейді. Атқан нелердің, яғни бай, би хандардың жағымсыз образдарын көрсетеді. Шыншыл ертегілерде аяз би, алдар көсе ертегілерін жатқызуға болады. Ертегілердің тілі көркем, қарапайым, түсінікті жеңіл сөздері. Ертегінің көркем мен жеңіл тілі сіздердің қандарынан қанат бітіріп, арманға асқақтатады. Қайратты істерге қошындырады, шешен түбірге, өз ойларына әдеп баяндауға үйретеді. Халық ертегілерін сүйе біліп, сүйсіне оқып, одан көзейреп, мәнін мазмұнын қамдайды. Сахналық қойылыммен таныс болыңыздар. Әр сынып өздері ұнатқан ертегіден көрініс сахналайды. Ертегіні көрсету актерлық шеберліктері, кейіпкерлердің костюмдері, сахналық мәдениеттер мен сөйлеу өнерлеріне көңіл бөліңіздер. Сонымен іс-шарамызды одан ары жалғастырсақ. Ендеше ертегілер елінің қақпасын ашайық. Бізді қандай ертегілер күтіп тұр екен? Ал онда болса қонақтар кезекті 3-ші сынып оқушыларына келеміз. Ендеше сыныптарымыз дайын болғанша сіздердің назарларыңызға керемет ән ұсынамыз. 4-ші қыз сынып оқушысы Жақсылық қызы Аярудың орындауында бал-балалық құшақ әнін қабыл алыңыздар. Үшінші А сынып оқушылардың назарларыңызға Алдар көсе мен алтын қазық ертегісін дайындап келіпті. Қарсы алыңыздар. Bir avlunun şekilde alfakta
Sarıbay'ın beyişesi oldunuz. Kiyicilerin konak gelmesinde erdegi avlularının alçakta oturdu. Eşkimin as görüşüp sıy gözüksün. Haytalmayın kurala geldim bir sizge kumara. Hakkindi kılımay kılmada. Identifying Sarah Carlos in your contacts. Who should I call? Assalamualaikum, qimmatli qonog'im. Sаған sый ko'rsata olmaytimda qarashi. Men kidey adam edim. 3 kun ash o'tirman. 3 kun ash o'tirman. Ko'rsalarimga qonoqqa kirib chiqarsan, ha? Ey, Abirjima bayeke, menin aslı o'zida pishirib, sekluga qasrim var. Ha, sonda qalay. Ey, o'pamay yurmaysan ko'rsatib. Aldım men. Kızım, bir aşık koy. Dualı kıymesin boldu. Gözüm bayqap ko'rasın be. Aldım men qasıq qısағанда mıқты alışta. Yani gözümde жұмыс ақалай, мақалай деп айтсам, ас өзі пайдалы бола береді. Ақалай, мақалай, Ожайымның майны ет сұрауы. ақалай, 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 ақалай. Не, көрдің ба? Сиқырлы қасығым. Тіске кірісіп кетіпті. Ақалай, ақалай, Бәйбіше, ожайымның пияз сұрауы. Сен одан қайта сәлбіз қылдайды. ақалай, 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 ақалай. Не ғажап, дым жасамай-ақ азық өзімен өзі пайда болып жатыр. Баға жетпес сап қой мынау. Ақалай, ақалай, Ей, жарайсың бәйбіше. ақалай, 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 ақалай. Ал енді қазанның бетін жауып қойып, дұғаны бірге оқиын. Палау пісірасығым, палау пісірасығым, тәтті болсын, тәтті болсын. Палау пісірасығым, палау пісірасығым, тәтті болсын, тәтті болсын. Ал енді қазанның бетін ашып көрейін. Мына тамақты әлі жемесек те иісі мұрнымызды жарып бара жатыр ғой. Әбіше, дастархандай тамақтай болды. Senin sıkılı kasabın dәмді пісіреді екен. Тәтті болыпты тамақ. Мына палауға кәдімгідей тойдық қой. Ал енді байеке қонақ қылған бара. Менің сиқырлы қасымды беруі ең дейін. Ей, алдар көсер, сатшы. Жоқ, сата алмай, өзіме керек. Сатшы, мен саған 1000 теңге беремін. Мұндай ақшам бар ма? Сатшы, әрине бар. Я мұнда 3 күннен бері ашатсын. Сенің сиқырлы қасығыңды күтіп жүргенмін ғой. Жарайды, аламын. Мен сенің мұртыңды рахмет. Бәйбіше, бүгіннен бастап азық дайындамаса болады. Өйткені мен бар жоғы 1000 теңгеге кез келген тамақ пісіретін сиқырлы қасық сатып алдым. Ей, Есуас, майдығын берді саған, еттігін берді, сәбіздігін турады. Оның бәрін сиқырлы қасық берді. Сиқырлы қасыңа сені отқан ба, сен алдар көсе келіп сен бұйырды деп азық-түліктің бәрін сұрап алды. Сонда бұл қасық сиқырлы болмай шыққаны ма? Әрине, оның сиқырлы қасиеті сол, сен сияқты ақмаққа еш нәрсесіз бала өсіруге болады деп сендіргенде. Haytalmayın kurala geldim bir sizge.
Мынау ма қарлығаштар. Қарлығаштың еркектері ғой бұлар. Мен Дәуіттің ертегісі. Баяғыда қарлығаш жарға ұя салып, балапандарын өсіріпті. Bir күні қарлығаш жарға келе жатса жыланды көреді. Шетке қойыпты ғой енді. Қатырақ. Benim uaqtim yo'q, dedi bir qiz qo'rqqan dedi. Benim uaqtim yo'q, Дауыстарын шығарсын. Олай болса мені тез естір. Мен сенің балапандарыңды құтқарамын. Дәуіт қой. Мен сөзді. Айтса ары қарай. Олай болса, қарлығаш пен Дәуіт дос болып қалыпты. Молодец. Жалаңа шығарттым да мынаны. Çavraytım olduğuna mı? Ne ortağa gitsinler? Çişim oldu oldu.
Қолың шығарсам ол. Не істеп кетті? Tamam, bunlar tabii aklın sır koydu. Қазір түсіріп аламыз. Oy, oy. Korktan yoldan aydan, vay yoktan yüzge paydan gitti. Бүгін сатып. Мә, ал. Қайсыны айта бересің? Дауысыз. Музыка кезіп көкірек қойған ғой. Қай жерде жауын көп жауады. Сонау күншығыс жақта төбесін көкірегі танымақты деген тау бар. Ол таусыз санақты шауын көрген жоқ. Ояқта құрғақшылық деген болмайды. Мен онда барып сол жерде. Ата, маған батаңызды беріңіз. Мен барып, ата, маған рұқсат беріңіз. Мен барып, бір жерден тауар қалаш десем болмай ма? Елу, арқалап, онай болмас дегенде ондай талап болса, мынау министр жақта Алатау деп аталатын алып таулардың ақ тақалы бар рұқсатты онан сұрайсың. Ал енді бердім батамды. Әуелі Алла сенің қолдасың. Еш жамандық болмасын. Қыздар қаяқта? Тау ма? Қыздар қарасаңдаршы. Ала! Долағайда. Жатыр. Осындай қармен ашады, осындай маған беру үшін. Sürekli sürüşmüyor.
Қошқар мен Кеке. Баяғыда, есте жоқ ескі заманда, қай жерде екені нақты белгісіз. Әйтеуір қазақ даласында, мүмкін Сарыарқаның төрінде болар, мүмкін Қазығұрттың етегінде болар. Шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың қорасында жалғыз қошқары мен Кекесі бар екен. Өмірден қандай тамаша. Бақыт деген не өзі? Білесің бе? Бәлкім бақыт дегеніміз біздің жайлы төсегіміз, жасыл шөбіміз, суымыз шығар. Біздің кемшілігіміз осы да. Мына жайлауға қарашы. Жайлау, міне жайлау. Қалың шөптер, сулар. Біздің бақытымыз осы жақта. Ертең жолға шығайық. Мен Кеке. Кеш болды, ұйықтайық. Жатсы күштәдер. Азан болды. Біз бақытымызы іздейміз. Жүр. Бақыт іздейді. Оба. Кетті бақыт іздеп. Тамашасына қалың шөптер, сулар. Біздің бақытымыз осы жақта. Мен Кеке. Жайықтың жұлдыздары да керемет екен, жарқырап тұр. Недеген күшті дауыс? Бұл ненің дауысы? Мен Кеке. Бірақ қасқырлардың даусына ұқсайды. Маған қасқырлар бұл. Аяқта қошқар мен Кеке арас қалған. Соярлығы ізінен қалмай. Жеттер қалайсыңдар? Шан салайық. Сені деген жет ұғырға екен. Содан кейін барып қошқар жеймін. Тоқтаңдар. Кекені жіберіңдер. Біз сені жейміз. Мен көріп қалды уже. Видео. Молодец. Жарайсың. Сен жеттің. Кеш болды, Кеке. Үйге қайтпай. Жоқ, қайтпаймыз. Сен оларды жеттің. Бақытымыз осы жақта. Көбейді қасқырлар. Қашаншық ұйықтайық. Үйлеріне зорға. Енді басып сөйлейді. Үйіміздің тамашасын ай. Біз бақытымызды сырттан іздеппіз ғой. Сөйтсек біздің бақытымыз
Yaraysınlar. Молодцы. Жинадың сен маған, сен берген құстардың қанатын самғаған, бағалы құштарым өзіңе арнаған. Әлдилер айғаным үстірген жемісі, саммағы деп сұлайғаным құшағым берміші. Естегіп кетсем де мен саған сәлемін, аналық мейірімді көзіңнен танимын. Естегіп кетсем де мен саған сәлемін, аналық мейірімді